19-асырда аллергия ақсүйектердің кеселігі болған. Неге? Себебі олар апуайы диқан балалары сияқлы жасылықтан шаңда жүрмеген, топырақлы далаларда кезбеген, ямаса хайуан бақпаған. Сол себеплі оларды апуайы гүлшаңда ашынарлы жағдайға салуы мүмкін еді. Қазіргі күнде болса аллергиядан 1,5 миллион адам азап шегеді. Бұның да текарын 19-асырдегі жағдайға салыстыруы мүмкін. Оларды ауқаттағы қоза жұғы да өлтіруі мүмкін. Бірақ бұл қандай болады? Айрым жағдайларда күшлі иммунитет өз клеткаларына да хүжім етуі мүмкін. Иммун системасы әдетте организмді қорғау үшін істейді, бірақ кейде ол қате етеді һәм өз клеткаларына зиян бере бастайды. Бұндай жағдайлар 3 түрлі жолменен жүзеге келеді. Біріншісі аутоиммун кеселіктер. Иммун клеткалар сау клеткаларды вирус ямаса бактерия деп ойлайды. Т лимфоцитлер һәм Б лимфоцитлер надұрыс іслеп шығылған антикорлар арқалы өз клеткаларын жоқ етеді.